Құрметті достар, шығыста Өскеменде күй аманаты деген бір керемет өзіміздің күмбірлеген қара домбырамен бір кеш болды. Соны ұйымдастырған Шалқар ағамызға рахмет айтып, және де осы тәуелсіздік күніне өзінің бір тілегін айтсын халыққа. Құрметті көрермен қауым, барлықтарыңызды ең алдымен еліміз үшін, ұлтымыз үшін қасиетті деп аталатын тәуелсіздік мейрамымен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің ел үшін, мемлекет үшін маңыздылығы зор. Бабаларыңыз аған көне аманатты бұл болашаққа біз осы өнеріміз арқылы жеткізуді мақсат етіп тұрмыз. Сондықтан бүгін үлкен өнер кешін ұйымдастырдық. Оның ар жағында өшпейтін тарихы бар желтоқсан оқиғасы да осы арада. Сондықтан да біз болашақ өсіп келе жатқан ұрпаққа тәуелсіздіктің бағасы не, тәуелсіздіктің құндылығы не деген сауалдарды осы өнер арқылы жеткізуге тырысып жатырмыз. Енді бүгін тікелей эфир арқылы көрсетіп, осы қолдау көрсетіп, бізге өнеріміз кешімізге келіп жатқан Әділ мырзаға, Асамат мырзаға зор алғысымды білдіремін. Енді ең бастысы еліміздің көк аспаны ашық болсын деп тілейміз. Әр шаңыраққа Алла тек береке мен жақсылық берсін, әрбір отбасына амандық берсін. Осы тәуелсіздігімізді баянды етсін деп тілейміз. Еліміздің тұғыры биіктей берсін, көк туы биіктеп желбірей берсін деп тілейміз. Еліміз әлем танып келе жатқан осы абыройының беделіне ары қарай да арттыра беруге осы әрбір азамат үлесін қосса деп тілейміз. Біз өз тарапымыздан осы өнер ордасы арқылы, оқу ордасы арқылы, өзіміздің өнеріміз арқылы осы мәдениетімізді болашақтағы аманат етіп, осылай өнер арқылы, бүгінгі кеш арқылы аз да болса тәуелсіздігімізге деген өзіміздің сыйымызды жасадық деп ойлаймыз. Енді бұл руханият, күй аманаты деп тұрмыз. Күй тарихы ел тарихы екенін білетін болар біздің халқымыз. Сондықтан да осы данышпан бабаларымыздан қалған мәдени мұрамыз, өлмес мұрамыз мәңгілік жасай берсін. Еліміз аман, халқымыз берекелі болсын деп деймін. Жақсы, рахмет. Рахмет. Керемет кеш болды. Рухтанып қайтып бара жатырмыз. Бүкіл халық риза болды. Тікелей эфир жасадық міне. Эфирдағы адамдар да риза болды. Өзіміз де риза болдық. Осындай қазақи ұлттық аспаптар оркестрдің кештеріне келе берейік, бара берейік. Балаларымызды апарайық, өзіміз де барайық. Қалмайық. Жақсы, міне Шалқар ағамыз осы шығыста Өскемен 20-30 жыл болды осы қара шаңырақта өзі күй өнерін сақтап ұстап отыр, қазақтың қасиетті киелі. Көрдіңіздер ғой, міне шығыста бізде талай күйшілер шыққан, соның тарихын бәрін айтады. Алдағы уақытта тағы жақсы кештер болады. Жақсы, Шалқар ағасы шығармашылық табыс тілейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жақсы, рахмет. Сізге де жақсы, міне. Жақсы, аман болыңыздар. Тамаша, керемет бүгін кеш болды.